сынып сағатымыздың аты Қыран елім Қазақстан деп аталады. 25 қазан Республика күні еліміздің барлық оқу орындарында осы мәңгілік жаса Қыран елім Қазақстанның тақырыбында сынып сағаттары өткізіліп жатыр. Ал балалар, келесі кезеңіміз шаршасаңыз егерде кел бірге сергіп алғын дос деп аталады. Қазір топқа бөліну үшін сергіту сәтін өткіземіз. Барлығымызды ортаға шақырамыз. Ойын ережесі бойынша музыка қоямын. Мен сол кезде сендерді жаңағы атомдар мен молекулалар деген тақырыптағы бұл ойын 3-ке, 4-ке топтал деп айтып қалған кезде өз жұптарыңды тауып, осы музыканы тоқтаған кезінде топтала қаласыңдар. Ойын ережесі түсінікті ғой? Ендеше қазір ойынымыз. Қыран елім Қазақстан тақырыбында бүгін бізде интеллектуалдық сайыс. Қазір ойынымыз басталмас бұрын балалар ойынның сайыс ережелерімен таныстырып өтейін. Бірінші топты таныстыру, екінші топты таныстыру мектеп, кеме, білім, теңіз деп аталады. Бұл жерде ұяшықтармен жасырылған сұрақтарға жауап береміз. Және үшінші тұлғаны танисың ба деп аталады. Төртіншісі әнді сүйсең менше сүй деп аталады. Ендеше бірінші топты таныстыру кезеңі бойынша қазір әр топқа белгіленген сөздерден құрастыратын тапсырмалар беріледі. Осы сөздерді құрастыру арқылы өздерің мәтін шығарасыңдар және топтарыңа ат тағайындайсыңдар. Тәуелсіздік атамекен соттасының көк байрақ астана. Достық айырмас lazım. Biz еліміз ғой. Ал балалар, бізде бірінші кезеңіміз аяқталды. Уақыт Қыран елім Қазақстан таныстыру кезеңі бірінші болып бізде өздерін таныстыра қойыңдар. Біздің тобымыздың аты Қыран деп аталады. Біз осы Қыран деген тақырыпқа байланысты осындай шағын ғана мәтін құрдық. Қазақстан тәуелсіз ел. Қазақстан көп елдермен достық құрды. Біздің туда аспанымыз, көк аспанымыз, қыран құсымыз бейнеленген. Біздің елдің болашағы біз. Жарайсыңдар балалар, Қыран тобына қол шапалақтап қоямыз. Келесі топ бізде келе ғой, ортаға. Біздің тобымыздың аты Жасұлан. Осы сөздерді пайдаланып біздер қысқаша мәтін құрастырдық. Біздің тұтынатын қаламыз Астана қаласы. Астана көк байрақты, салт дәстүрлі, өнері бар, жақсы атамекені бар, тәуелсіз еліміз. Жарайсың балалар, Жасұлан тобына да қол шапалақтап. Келесі басталайын деп тұр. Мектеп, кеме, білім, теңіз деп аталады. Бұл сайысымызда ұяшықтарға сұрақтар жасырылады. Енді ойынды бірінші болып қазір Қыран тобы бастайды, одан кейін Жасұлан тобы, екі топ кезек-кезек бір-бірлерімен сұрақты таңдап отырасыңдар. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойынымызда бүгін ережеге танысып алыңдар. Салт дәстүр,
менің елім Қазақстан және жалғасын тап деген үш сұрақ төңірегінде болады. Ұяшық таңдау өз еріктерінде. Бірінші болып жас қыран тобы бастаймыз. Қай тақырыпты және қандай ұяшықты ашамыз? Отыз. Қайсыңыз? Менің елім Қазақстан. Сұрақ: мемлекеттік тудың авторы, суретші, еліне еңбегі сіңген өнер қайраткері кім? Қыран тобы жауап береді. Жас ұлан тобы ойланып қана отырамыз. Мемлекеттік тудың авторын сұрап жатыр. Жауаптарыңыз дайын болса, айта қойыңыздар. Тудың